Саламатсыздар балалар, қазақ тілі пәні 115-ші сабақ. Бүгін сабағымыз. Бүгін бізде жаңа тақырып сын есім. Біз етістікті аяқтадық, балалар. Енді біз сын есімді өтеміз. Бүгін сабақта сын есімді ажыратасың, сурет бойынша мәтін құрастыруды үйренесің. 46-шы жаттығу. Самыркеш, ақшыл жолақтары бар, қоңыр қызғылт түсті орман құсы. Ол ұзақ уақыт бойы ағаш басында отыруды ұнатады. Ұя салар кезінде қалың орман ішіне енеді. Адамдарға көрінбеуге тырысады. Бұл құс көктем айларында шырша зиянкестермен қоректенеді. Осылайша табиғатқа едәуір пайдасын тигізеді. Сен білесің бе энциклопедиясынан? Мәтін не туралы, балалар? Дұрыс айтасыңдар, мәтін самыркеш құсы туралы екен. Мәтіннің түрін анықта дейді. Мәтіннің түрі сипаттау мәтіне. Қарамен жазылған сөздерге сұрақ қой. Бұл сөздер нені білдіреді? Ақшыл, қоңыр, қызыл, қоңыр, қызғылт дейді. Бұл құстың түрін, түсін сипаттап тұр. Сұрақ қойыңдар дейді. Қандай ақшыл, қандай қоңыр, қызғылт? Қандай деген сұрақ қойылады. Ережеге қараймыз, жаттап аламыз. Заттың түрін, түсін, сипатын білдіретін сөздерді сын есім деп атайды. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Мысалы, сұлу, жақсы, таза, қоңыр. 47-ші жаттығу. Жұмбақты көркем жаз, шешуін тап. Сырты жасыл, дәні қара, іші қызыл, шырын ғана. Бұл не? Бұл қарбыз. Дұрыс айтасыңдар. Сын есімдердің астынсыз жұмбақтың шешуін табуға қай сөздер көмектесті? Сын есімдер, жаңа айттық, сын есімдер қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді. Ендеше, қандай? Жасыл. Қандай? Қара. Қандай? Қызыл сөздерінің астын сызамыз. Жаттығуды қатесіз әдемі жазамыз, балалар. Суреттерге қараймыз. Суреттер бойынша мәтін құрастыр дейді. Ертеде аю мен оның қонжығы болыпты. Олар орманда өмір сүріпті. Қонжық суда жүзуді білмейді екен. Аю жүзгенде аюға қарап қана отырады. Ал аю болса қонжығының жүзе алғанын қалайтын. Бір күні ештеңеге қарамастан қонжығын өзімен бірге суға алып кіреді. Қонжық басында қорыққанмен, содан кейін суда жүзуді үйреніп алады. 49-ші жаттығу. Кесте бойынша сын есімдердің мағынасынан қарай топтап жаз. Бізге берілген сын есімдер үлкен, ірі, жасыл, жақсы, ащы, домалақ, қышқыл, құрғақ, ұсақ, кіші, күлгін, боз, дәмді, тәтті, сопақ, сүйер. Ал енді алдымен түсіне байланысты жазайық. Жасыл, күлгін, боз. Дәм, ащы, қышқыл, дәмді, тәтті. Енді көлеміне қарай жазамыз. Үлкен, ірі, ұсақ, кіші. Пішініне қарай жазамыз. Домалақ, сүйер, сопақ. Сапасына қарай жазамыз. Жақсы, құрғақ. 50-ші жаттығу. Ребусты шешуіндегі сөзді қатыстырып сөйлем құра дейді. Ребустан шыққан сөз таза сөзі. Енді бос сөзді пайдаланып сөйлем құрайық. Мен киімдерді таза, ұқыпты ұстаймын. Жаттығуда әдемі жазамыз, балалар. Балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Алдағы сабақтарымызды жіберіп алмау үшін арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.